Қайырлы күн қыздар, полуфабрикат ретінде қолданылатын фрикадельке жасаймыз. Мясорубкада тартылған фарш, туралған пияз, қара бұрыш және тұз керек. Барлығын біріктіріп араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін пакетке салып 2 сағатқа морозильникке жібереміз. Егер морозильниктеріңіздің қатыру процесі ұзақ болса, онда 3 сағатқа салып алыңыздар. Морозильникте 2 сағат тұрған фаршты алып, мясорубкадан өткіземіз. 2 рет өткіземіз, егер көзі үлкендеу болса, ал егер көзі кішірек болса, мясорубканың онда 1 рет өткізсек те жеткілікті. Мясорубкадан барлығын өткізгеннен кейін фаршымыз бен пиязымыз бір келкі масса болады. Яғни пияз шашырап, жеке-жеке жүрмейді фарштан, және бұл жерде жұмыртқа қосылмайды. Яғни суға салған кезде шашырап кетпейді. Менің мясорубкамның көзі үлкендеу, сондықтан мен 2 рет өткіздім, және де весыйдың көмегімен 30 граммнан өлшеп аламыз. Дөңгелектеу барысында фарш қолымызға жабыспас үшін суық суға малып отырамыз және дөңгелектейміз. Әрбір дайын болған шаригімізді бір-бірінен алшақтау етіп, пергамент төселген формаға орналастырамыз. Міне осылай шариктарымыздың барлығын дайындап алып, морозильникке толық қатқанша жібереміз. Толық қатқан фрикаделькеларымызды арнайы пакеттерге немесе арнайы ыдыстарға салып, морозильникте сақтасаңыздар болады. Жасап көріңіздер, өте дәмді және идеально шығады.